Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аям, және де бүгін қалай үздік оқушы атануға болатыны жайлы айтатын боламын, яғни как стать отличником жайлы айтатын боламыз. Ал ендеше көп созбай бастайық. Ең бірінші достар, ол үй жұмысын алдын ала орында. Себебі үй жұмысын мысалы сендер бос уақыттарында басқа күннің үй жұмысын алдын ала орындап қойыңдар. Ол жағдай менің де басымнан келген, яғни көбінесе мен бос уақытымда басқа енді хоббилермен айналысып кетіп, сосын үй жұмысы жайынша қалып, сосын ары қарай қиналып кеткен болатынмын. Сондықтан да бос уақыттарың болған сайын сендер үй жұмыстарын барлығын істеп тастауға тырысыңдар. Және де енді біріншісін түсінген болатын шығарсыңдар, енді екіншісіне көшеміз. Екіншісі ол мұғаліммен қарым-қатынасты жақсарт. Яғни жақсы қарым-қатынас орнат. Себебі мұғалімдердің әртүрлі қағидалары бар, әртүрлі ережелері бар, қалай бағалау жағынан болсын, тапсырма беру жағынан болсын, соның барлығын сендер енді күнделікті кімнің қандай екенін білесіңдер ғой, сол ережеге байланысты ережеге сүйеніп, барынша мұғалімдердің көңіліне шығуға тырысыңдар. Көбінесе сол мұғалімдердің ережелерін айтқан істеңдер, күнде нет сабақты жақсайтындар дегендей, мұғаліммен күшті қарым-қатынас орнатып алсаңдар, онда сендерге спокойно бес қоятын болады. Сондықтан да мұғаліммен жақсы қарым-қатынас орнату тоже отличницалардың бір қасиеті десек те болады. Ал енді үшіншісіне көшейік. Үшіншісінде слишком отличник болып кетпе. Яғни көбісі отличник дегенді былай елестетеді. Мысалы, көп сабақ оқиды, түні күні сабақ оқиды, ешқандай хоббимен айналыспайды, ешкіммен сөйлеспейді, достарымен ешкіммен ешқашан демалып, ешқайда қыдырмайды дегенде сөйтіп елестетеді. Бірақ ол олай емес. Отличница бол, бірақ енді слишком ондай кейіппен ешкіммен сөйлеспей кетуді ұмытпа, яғни тек қана сабақ оқып қоймай, неше түрлі хоббилермен айналыс дегендей, сондықтан да слишком отличник болып кетпеңдер. Енді келесі, төртіншісі, сабақ кезінде сабақ оқы. Бұл кішкене бір түрлі естілген секілді, сендерге бірақ білмеймін, бұл бірақ шындық. Яғни сендер мектепте сабақ уақытысында барлық назарларың сабақта болсын. Сондықтан да сендер сол барлық назарларың сабақта болғандықта сендер тезірек жылдам ақпаратты миларыңа сақтап аласыңдар. Ал егер ақпаратты нетатта мектепте ақпараттың барлығын дұрыстап үйреніп алмасыңдар, онда үйде сол ақпаратты үйрену үшін қаншама уақытты сендер жұмсайсыңдар. Сондықтан да лучше мектепте үйреніп, сосын үйде тез-тез үй жұмысын жасап, сосын ары қарай демалуға сол күштірек. Сондықтан да солай. Енді келесі бесіншісі кеңесіме көшеміз. Ол бесінші кеңесім мазмұндауға берген параграфты таңертең қайтала. Немесе сабақ кезінде қайталам. Көбінесе мазмұндауға берген параграфтарды мен кешке жақын оқимын бірнеше рет. Потом негізі мен просто оқимын, бірақ егер сендердің ақпаратты жылдам сақтау қабілеттерің жоқ болса, онда көбінесе мектепте немесе таңертең үйден шықпай жатқан кезде сол параграфтарды қайталаңдар. Сол күшті кеңес. Және де енді келесі алтыншысы, ол үй жұмыстарын демалыс күні орында. Осы жағдайды мен өте қатты жақсы көремін. Барлық үй жұмысын жинаймын да, сосын сенбі жексенбі күні барлығын істеп шығамын. Сендерге де соны кеңес беремін. Яғни сендер даже істейсіңдер, сосын келесі апта күні бойы бос боласыңдар деген секілді тош осы әдісті қолдандар. Енді соңғы жетінші кеңесім, ол демалуды ұмытпа. Барлық өмір тек қана сабақтан құралмайды. Барлық өмір тек қана жұмыс істеуден құралмайды. Яғни сен достармен көптеген уақытты өткіз, отбасылармен демалысқа шық, ауылға бар дегенде демалуды ұмытпа. Өзіңе барлық не тырысқаның үшін сыйлық ретінде демалыс жарияла. Немесе өзіңе бір сыйлық ал, мысалы жақсы көп сабақ жақсы оқыған үшін дегенде сол секілді демалуды ұмытпаңдар. Міне достар, видео өте қысқа болды, бірақ қысқа да нұсқа болды деп те ойлаймын. Сол үшін егер видео ұнаса міндетті түрде лайк, және де тіркелмесеңдер тіркелуді ұмытып кетпеңдер. Және де мен инстаграмым бар,
Life деген сол жерге де тіркелді, ұмытпаңдар. Ол жерде де неше түрлі рилске, видео, влогтар сияқты салам, және де түрлі қызықты ақпараттармен бөлісемін. Сондықтан да инстаграмыма да тіркелуді ұмытпаңдар. Мен ол жақта сендермен бірге сөйлесем, мен подписчицаларым маған келіп, мен сені ютубымнан көргем деген секілді бір-бірімізден сөйлесеміз, олар менен кеңес сұрайды дегендей, мен қалай блогты жүргізу керек деген секілді кеңестерімді айтамын. Сондықтан да егер де менімен сөйлескің келіп бара жатса, инстаграмға тіркеліп кет.